Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен салқын су ішемін». Здравствуйте, дети! Тема урока «Я пью холодную воду». Тыңда, қайтала оқы. Балалар, алдымен мен оқимын, одан кейін менімен бірге қайталап оқисыздар. Әлібек, сен су ішесің бе? Я, мен су ішемін. Әлібек, жылы су іш, суық су ішпе, ауырып қаласың. Мен суық су ішпеймін, жылы су ішемін. Балалар, менімен бірге тағы да бірге оқимыз. Әлібек, сен су ішесің бе? Я, мен су ішемін. Әлібек, жылы су іш, суық су ішпе, ауырып қаласың. Мен суық су ішпеймін. Тапсырмаға көшейік, балалар. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Отвечайте на вопросы. Бұл не? Балалар, суретке мұқият қарайықшы. Бұл не? Бұл қызанақ, это помидор. Бұл сәбіз, это морковь. Бұл анар, это гранат. Бұл апельсин, это апельсин. Бұл нан, это хлеб. Бұл алма, это яблоко. Жарайсыңдар ба? Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Балалар, бұл жазылым тапсырмасы. Дәптерімізге жазамыз. Пишем тетрадь. Вместо многоточек пишем пропущенные буквы. Шырын, тәтті, ішу, алма, сәбіз, пайдалы, салқын, жылы. Балалар, сіздер де дәл осылай жазды деген ойдамын. Бұл тапсырманы дәптерге жазамыз. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрыңдар. Балалар, сіздерге үлгі диалог берілген. Бұл су ма, шырын ба? Бұл шырын. Бұл қандай шырын? Бұл алма шырыны. Шырын қандай? Шырын дәмді. Балалар, осыған қарап, сіздер де дәл осындай диалог құрыңыздар. Бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Рахмет.